Бүгін біз сіздермен осындай жақсы көкөністен жасалған кабачки арасына ет қосылған картошкасы бар әдемі пісірме жасаймыз. Бұны бәліш дейміз ба, пирог дейміз ба, өзім де білмеймін. Сондықтан қалай жасалу жолдарын қазір көрсетейін. Оны пісіру үшін бізге жаңағы кабачки дейді ғой. Үлкен кабачки керек. Мына Құдай маған бір кабачки беріп жіберіпті, соны бірге іске асыруым керек болып тұр. Оған жаңа пісірмеге ірімшік керек, сосын жаңа пияз, 1-2 сарымсақ, бетіне себетін лимон, сосын 2 жұмыртқа, кішкентай қызыл бұрыш, сосын бізге мына фарш керек ет, сосын 1-2 картошка 4-5, сонан кейін қаймақ немесе майонез қоссаңыз да болады. Қазір мұның бәрін турап, ұнтақтап. Мына етін әдемілеп, бұрышын, пиязын, сарымсағын қосып әдемілеп қорып қойдық. Мына картопты әдемілеп, домалақтап, чұғалап, турап қойдық. Кәдімгі астына саламыз. Мына ірімшігін әдемі теркіден өткізіп қойдық. Мына кабачкиді ішін тазалап әдемілеп, қабығын алмай әдемілеп теркіден өткізіп қойдық. Енді біз қазір бұның үстіне салатын жаңағы сұйықтығын жасаймыз. Ол үшін 2 жұмыртқаға енді мына қаймақты қосып, жақсылап араластырып, заливкасын жасап аламыз. Жұмыртқасын араластырып аламыз, соған тұзын қостық. Енді осыған мына қаймақты, қаймақ бұл жерде 200 грамм дүкеннің қаймағы. Осыны әдемілеп араластырып аламыз. Сосын көкөніс қосылып, көкөніске салып аламыз, сосын бәрін. Әдемілеп араластырып алайық. Енді мына картоптың біртіндеп бірінші қатарын картоп саламыз, әдемілеп. Чұғалап тұрған картоп бірінші сала беріңіз. Сұйықтығымызды чұғалап сүйіп жіберейік бетіне. Картошкадан кейін. Енді оған әдемілеп қойған етімізді саламыз. Қандай әдемі салынады. Қап-қызыл әдемі қорылды. Оны дәмдеуіштер қосып жібердік үстіне. Паприка деген сондай әдемі. Дәмді ет болсын дедік. $300 грамм етіңіздің өзі қараңыз қандай көйіп кеткен. Әдемі болды. Енді оның үстіне мына жаңағы ішіндегі дәндерін бәрін тазалап қойған кабачкиді қоямыз. Бұл кабачкиді қазақшаға асқабақ деп аударыпты. Енді кабачки асқабақ десек, ол біздің ойымызша кәдімгі қазақи асқабақ көз алдымызға келді. Сондықтан бұл кабачки деп атай берейік. Әдемілеп үлкен теркіден өткіздік. Ішінде суының бәрін сығып тастадық. Кабачкиден пісірген әдемі пісірме болады. Бұған да әдемілеп тұз теуіп жібереміз. Енді бұрышын себеміз. Енді бұған жаңа әдемі сұйықтығын қойып жібереміз. Қазір кабачкидің сезоны өзі арзан тұрады. Қай базарға барсаң да алдыңнан кездесіп тұрады кабачки. Ал деп, кабачки бар, баклажаны бар. Осын бұрын ойлайтын қалай жейді деп. Соны өзіміз базарда жүргесін жеп үйрендік. Сіздер де жеңіздер, өте пайдалы нәрсе. Қараңыз, қандай әдемі болды. Енді осыған соның бәрін құйып жібереміз. Бір керемет тамақ болайын деп тұр.
Майсыз, қандай күшті. Қаймақты да майсыз қаймақ алдым. Енді бетіне кішкентай ірімшіктерін сеуіп жібереміз, бірақ духовкаға дайындалып ішіне салып қойғаннан кейін дайындыра алғанда 5 минут бұрын саламыз духовканың жартысын. Енді осы күйінде қараңыз қандай пештен жаңа алдым, әп-әдемі болып шыққан. Қазір бұны кесіп көреміз. Міне, қандай әдемі пісірме болды. Баклажаннан жасалған. Көріңіз. Үстіне пияз себем десеңіз, пияз себіңіз. Әдемілеп, көркемдеп. Осылай иісі қандай десеңізші, керемет үйде алып тұр. Осылай осы әдіспен пісіре беріңіздер. Қазір көшеде кетіп баратсаңыздар, базар толы баклажан, базар толы кабачки, бәрі арзан. Сондықтан осыны пісіріп көріңіздер. Көп нені көп көкөністерді қажет етпейді. Сондықтан пісіріп алыңыздар.